Өз сырқатының себебін жан білетін. Бұған улы шыбындардың да өткен жылғы күннің де ешқандай қатысы жоқ еді. Тәте сөйлегандай оның тамағына да ешкім біртіндеп өлтіретін уды қосып бермегенін өзі жақсы біледі. Оның дерті сыбызғы сазынан еді. Ол саз әр кеш сайын Ефрат жақтан әуендетіп тағы да естіле бастады. Сыбызғы ойнайтын Жафар бір жақтан қайтып оралған еді. Сөз жоқ бұл Жафар, соның сыбызғысы, соның әуендері, өткен күзде сарайға естіліп тұрған Жафардың өлеңдері, енді міне ол әуен саздары әр кеш сайын қыздың құлағына құйылып, денесіне жиналған сиқырлы уға айналды. Ол барған сайын жан жаралап уландыра түсті. Сыбызғы үнін құлай тыңдаған жан таң атқанша көз ілмеді. Денесі қоладай қоңырқай тартып, күнге күйген жас жігіт өзінен бірнеше қадам жерден жүріп өткен соң, октябрь айының кешін ол сан рет есіне алды. Ол кезде қыз оны таң алдындағы елестей жұқа торқын шәлі арқылы көріп еді. Қанша енді түсті қажет етпейтін болды. Қойшы музыкантқа ұқсайтын күйеуді армандап аңсаудан әбден жалықты. Нағыз тірі Жафардың өзімен кездескісі, онымен қатар отырғысы, оның мақпалдай жұмсақ ыстық денесінің жанасқанын сезініп ләззат алғысы келді. Дені сау адамдай болып жүре алмағанына қыз қатты өкінді. Мүмкін онымен далада кездесіп қалар ма еді. Енді ондай үміт мүлде үзілген сияқты. Түні бойы күйіп жанып шықты. Оны күйдірген жалын енді жанына жай таптырар емес. Көңілі құлазыды, жаны қиналды, жылауға дейін барды. Жан төсегінде дөңбекшіп шықты. Тек таң алдында ғана талықсып ұйықтап кетіп еді. Оның өзі ілуде бір болмаса сирек еді. Ақыры өзінің түнгі азапқа енді шыдай алмайтынын сезгеннен кейін өлгісі келмеді. Өмір сүргісі келді. Бірақ аңсағаны мұндай өмір емес. Жан бір шешімге келді. Бірде кешке қарай ол тәтесін шақырды да оған бәрін ашық айтты. Жафармен кездестіруін өтінді. Таңдану мен қорқыныштан олғаның көзі бұлдырап құлап қала жаздады. Құлағы шуылдап, қорыққанынан өз елінен бездірген ішкі жарас оянды. Шешіндіреді де, жеті өрім қамшымен шықпыртып сабай бастайды. Жанып тұрған шоқтың үстімен қуалай жүргізеді. Бұдан кейін тірідей отқа жағып жібереді. Ерні дірілдеп айтқан сөздері: Жан, сен есіңнен адасқан шығарсың. Хакімді шақыру керек, хакімді. Жоқ, тәте, олай емес. Мен бәрін де ойластырдым. Түсінші, олай істемеуге шарам жоқ. Ең болмаса бір рет қана. Мен бәрібір айтқанымды істеймін. Олғаның үрейі басылды. Енді оны ашу қысты. Нөсерден кейінгі тау өзеніндей сабасынан асып кетті. Қанша өзінің тәтесінің, Мейірбан тәтесінің тістерін қайрап, базардағы су тасушылардай балағаттай ұрысқанын ешқашан көрген емес екен. Мауыққан мысықсың сен, парсының жезөкшесі. Қалай ғана сенің лас тіліңе түйнеме шықпайды? Кімге артылуды тапқанын? Құдайма, ол сенің теңің бе? Түйенің құмалағы ғой. Ысқырғаннан басқа ештеңе білмейтін лыпасы жалаң бұт емес пе? Тәтесінің даусы қарлық қалды. Тамағын кенеп қақырынып жатыр. Аузынан ақ ит кіріп қара ит шықты. Тұра тұр бәлем, енді мен оған ысқыртармын. Иттің баласының көзін құртайын. Тәтесінің сабасына түсуін күткен жан өңі қашып, олғаның қолынан ұстай алды. Немене? Не дедіңіз? Не істесең сол. Сен үшін құрғым келмейді, бұзылған қаншық. Оның көзін жоям, орындайтын адам табылады. Қыз осы кезде ұмтылып барып бөлменің бұрышына жетті де сәкіден қоңыр құтыны жұлып алды. Жақындама, мынаны ішем. Олға мелшиіп тұрып қалды, тізерлеп отыра кетті. Жан, саған не болды? Мұның қалай, жан-ау? Зәресі кетіп өзінің өсірген гүліне қолын созды. Ол қыз көрінбейді. Олғаның алдында тұрған жан емес, 10 жастай үлкен әйел сияқты. Бет әлпеті қып-қу өлікке ұқсайды. Ернін жымқырып алған, шарадай үлкен көздерінде қимыл жоқ. Алдында тұрған жан емес, мүлде ол емес. Өлім халінде жатқан шешесіне ұқсап кетті. Шығыстың ай мен күні, о дүниелік болған шешесі нағыз Зейнеп. Тынысы тарылып, даусы әзер шықты. Тәте, жақсылап тыңдап ал. Жафар өлсе, менің де көрде болатыным есіңде болсын. Түсіндің бе? Олыға еңіреп жылап отыр. Ет жеңді екі иығы селк-селк етеді. Ағара бастаған шаштары орамалынан шығып кеткен. Жан да жылап отыр. Ашуының беті қайтты. Осыдан 1 минут бұрын тәтесі бір ауыз артық сөз айтса болды, хакім берген бір шегеше апиынды түгел қалдырмай ішіп қояйын деп еді. Тәтесі үнін шығарған жоқ. Кілемге бетін басып, өксігін тоқтата алмай жылай берді. Жан оның басын көтерді. Диванға отырғызып қолынан сүйді. Тәтешім, сабыр етші, болды енді, қорықпа. Бәрі де жақсы болады. Мен бәрін де ойластырдым.
Сен маған көмектес, тек өзің ғана көмектесе аласың. Жүдеген қыздың екі көзінен моншақтап жас ағып тұр. Қазіргі тұр ол 16 жасар бойжеткеннен гөрі 6 жасар қызға ұқсайды. Кішкентай кезінде жақсы көретін қуыршағын жоғалтып алғандай-ақ жылады. Олға жанды аймалап көмектесуге уәдесін берді. Осы түні славян әйелі түсінде Орыстың солтүстігіндегі кең өзен жағасындағы өзінің үйін көрді. Өзеннен жүзіп өтетіндер кем еді, ал Межамир, оның сүйіктісі Ольгамен кездесу үшін одан жүзіп өтетін. Ольга өзінің көйлегін шешіп алып, оның су болған сүйікті де алып денесін құрғататын. Бұдан кейін екеуі отқа түскендей күйіп жанып рахатқа бөленетін. Бұл да сайрамайды, жұлдыздар да ғайып болған. Екеуінен өзге жан жоқ. Межамир мен Ольга екеуі ғана. Оянып кетіп, қараңғыға ұзақ қарап жатты. Пысылдап жылап алды. Иә, ол енді 15-тегі кезі еді. Кейін екеуі үйленді. Алыстағы жат жұртқа алып кеткеннен кейін басқа еркектермен де кездесіп жүрді. Қазір де керік күзетшісімен ашына, бірақ олардың бәрі балғын балауса кездегідей болу қайда? Межамирді ойлап көптен бері жыламап еді, міне енді тағы жылап алды. Айналайын, жанның жас кезінен есте қаларлықтай да ештеңесі жоқ. Жас өмірі гаремде өтіп келеді. Шөл далаға барғанда аздап қыдырғаны болмаса, күйеуге шыққаннан кейін бұдан да мықтап тұсалады. Бетін бүркеусіз қадам баса алмайды. Нағыз абақтының өзі. Олыға тағы жылады. Әйелдің тағдыры деген осы. Қорқып тірілдеу мен өз көз жасына ерік беру. Келесі күні таңертең жанның ерекше көңілдекеніне хакім таңдана қарады. Ханша келіп тұр. Атпен қыдыруға қашан рұқсат етесіз деп сұрады. Бұл қандай ғажап қыз, мұның ауруы да ғажап екен деп ойлады дәрігер. Қараңғы түскенде тәтесі Ибрагим Атекке күшті пальма шарабының үлкен бір құмырасын жасырып алып келді. Бұл жол ол рақаттан бас тарта алмады. Әккі маскүнем шарапты құмарлана жұтты да тез мас болып қалды. Дірілдеген ұятсыз қолымен бірдеңе іздегендей Олғаның денесін сипалап, ол жақ бұл жағын ұстай бастады. Олыға шыдады. Негірдің құлап түсіп қорылдап ұйықтауын күтті. Сақтықта қорлық жоқ деп есіктің ілгегін салды да бұрышта тұрған мыс қобдишаны алып тінте бастады. Гарем бағының артқы қабырғасындағы есіктің кілтін Ибрагим сонда тығатын еді. Оны аша алса Ефраттың жағасына дейін байқаусыз жетуге болатын еді. Өзіне таныс кілтті тауып алып, қалтасынан шағын балауызын шығарды да соған кілттің бедерін 2 рет түсіріп алды. Бірі бүлінсе, екіншісі іске жарар деп ойлады. Жан өзі жоспарын ұзақ ойластырды. Бәрін де ескеруге тырысты. Анақта кілтті жасатқан үшін ешкім 3 күміс дирхам ұсынған емес. Олыға кілт жасап беруін тапсырған кезде қарт шебер бұл шаруаның қауіпті екенін бірден түсінді. Терезесін қалың пердемен жауып, кілттің күрделі түсін түнде жасады. Үйленіп, оны ұстап әкетуге келе жатқан жоқ па дегендей құлағы түрулі болды. 3 дирхамның аты 3 дирхам ғой, шебер өте жақсы кілт жасап берді.